Төртінші мүмкіндік. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Сіздермен бірге тағы да мен Марио достар. Бүгін біз летсплейімізді жалғастырамыз. Бұл қателеспесем уже 8-ші серия летсплейіміздің. Енді бүгінгі серияда біз не істейміз? Бүгінгі серияда істейтін нәрсенің бәрін істеп тастадық. Өйткені айтқандай, бұл 4-ші мүмкіндік уже нешінші рет уже тырысыватын бүгін істегенден. Мен жалпы 4-ші дубль дегенде бір түсірдім. Біріншісінде экран қап-қара болып кетті. Екінші түсірдім, тағы қап-қара болып кетті. Үшінші түсірдім, тағы қап-қара болып кетті. Төртінші түсірдім, тағы қап-қара болып кетті. Енді бесіншісінде енді нормально болып жатқан шығар деп ойлаймын. Енді қазір көру керек ол жағын. Қазір кішкене тұратындар. Егер де дауысым жаңғырып жатса, өтініңіздер, ал ол маңызды емес. Достар, жалпы мен дейтін видео түсіріп тастап мынандай не жасағанмын. Автоматический ферма пшеницы бәрі де дайын тұр. Бәрін пахать етіп, бәрін істеп шыққанын. Бірақ сонда да достар, видео түсірілмей қалған екен, өкінішке орай. Енді бүгінгі серияда біз бұны істемейміз. Енді егер де мынандай автоматический ферма пшеницы қалай істейді десеңіздер, не істеп кеттіңіз, айтпақшы, не істеп кеттіңіз, хэштег қалай жасайды деп, сосын мен бөлек видео арнаймын бұған. Айтпақшы достар, мынау творческий режимде істеп шыққан мелком. Енді келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Кішкене жаңашылдық көңіл күй болсын деп істеп шыққаным. Енді біз складқа барып кетейік. Енді қазір қап-қараңғы болып кеткен жоқ деп ойлаймын. Өйткені нешінші рет уже 4-ші рет түсіріп жатырмын. Уже түнгі 2 болады сағат, сондықтан енді жақсы болып жатыр деп ойлаймын. Енді қазір мына жақтың бәрін сортировать етіп шықтым. Өзімнің немді, складтағы заттарымды. Енді бәрі орын-орнымен салып кетейік. Қазір мына жақтан алдым мен, мына жақтан алдым. Мынаны былай орнымен салып кетейік. Енді бүгінгі бөлімде біз территориямызды не істеп шығайық, освещать етіп шығайық. Так, оған бізге қазір былай керек қой. Так, сосын мына жерлер қазір андай нелер бар, жамайтын жерлер бар, сол жерге жамап кетейік. Қазір керек заттарды. Так, былай, сосын былай, тасып кетейік. Мына тас мұнда. Тас мұнда. Енді уголь керек қазір бізге. Көмір қайда бізде мұнда ғой. Мұнда көмір. Енді достар, өйтпеңіздер, мен дейтін уже нешінші бөлім бойы, қанша уақыт бойы на видеоны түсіруге тырысып жатырмын. Әлде шықпай жатыр, каждый раз облом болып жатыр. Сондықтан достар, егер де қалып қойып жатсаңыздар, ренжімеңіздер. Айтқандай, мына егер де механический ферма пшеницы қалай жасайды десеңіздер, хэштег қалай жасайды жазып кетіңіз. Сосын мен бұған бөлек бөлім арнаймын. Сондықтан қазір не істеп кетіңіздер, жазып кетіңіздер. Так, енді бізге уже 2 стак болып қалды, нормально. Енді қазір жамайтын жерлерді жамап, бүгінгі серияда сөйтейік. Жамайтын кез келді деген сияқты сондай серия арнайық бүгіндікке. Енді угілді орнына салып кетеміз, или алып кетейікші, жарайды. Алып кетші деп тұр, жарайды, алып кетейік онда. Так, енді қазір түн болсын, түн болғанда уже жамап бастаймыз. Мына жақта қазір мана серияны бітіріп жатқанда уже жарылып кетті, мына жерде крепер. Сондықтан қазір битін қоршашайық. Былай тегістеп бәрін. Өткенен ертең біз дедің немізді әдемі қыламыз ғой. Айтпақшы достар, егер де не жасау керек, андай типа доска почета дейді ғой, орыста істеді ғой, типа подписчиктердің аттарын жазып табличкаға сондай почетный доска істеу керек. Сосын болашақта достар, сіздердің аттарыңыз сонда тұрады. Менің ең преданный подписчиктерім сияқты сондай неде списокте тұрасыз. Сондықтан достар, лайк басып, коммент қалдырып кетіңіздер. Егер де тізімге енгілерің келсе, менде хэштег менен де енгізші деп, короче, хэштег тізім деп кетіңіздер қысқасы. Сосын мен сендердің бәрінді енгіземін сол списокке. Сондықтан достар, қазір егер де механический автоматический ферма пшеницы қалай жасайды десеңіздер, қалай жасайды деп, сосын тізім болса, тізім деп хэштег алдына хэштег салып кетесіздер. Содан кейін мен бәрін оқимын, қараймын, өзім сіздерді тізім деген нәрселеріңізді тізімге енгіземін қағазға. Сосын ертең видеода
видеода специально кәдімгідей түсіріп тұрып сіздердің аттарыңызды жазамыз достар. Егер де мүмкін или жазбайды да шығармын, бірақ енді көреміз, енді болатын нәрсе болады да. Так, мына жақта енді до конца жауып тастайық. Жеткенше жауып тастайық, мына жақта земля жеткенше. Так, жер, былай. Қазір енді түн батсын кішкене. Көзін көреміз, освещать етіп шығамыз да. Или былайда көзбен қарап бәрін жарықтатып шығайық. Мобтар шықпас үшін. Енді адамдар айтып отыр ғой. Андай мобтар шықпас үшін жерді несіп шық деп. Освещать етіп шық, сосын мобтар шықпайды. Оның бәрін білемін достар, айтып қажеті жоқ. Оның бәрін мен білемін. Сондықтан айтпай қойсаңыздар да болады. Так, мына жақта былай енді көзбен қарап бәрін несіп шайық, айналдырып шайық. Қазір түн батып келе жатыр, жайлап түн батып келе жатыр. Енді былайынан былай нормально. Жайлап түн батып кеткен сияқты да. Мен ойымша түн батып келе жатыр, сондықтан қазір түн батқаннан кейін көреміз, қай жер жарық емес. Ал қазір пока что не істейміз біз. Біз мына жақта курицалар жүр. Так, ана жақта бізде сиырлар болу керек. Сиырларды енді қай жаққа апару, бір жаққа апару керек. Шығып кетті ме? Шығып кетті сиырлар. Сиырлар шығып кеткен. Енді қазір сиырларды қайтадан бір жерге әкелу керек. Оны қай жерге алып береміз қазір? Оны көрейік. Мыннан затақ келеміз деп, қайда затық үшін. Или бүйтейік қазір. Мына барлық тастарды алып, сосын андай забор жасап. Так, забор. Жеткенше, короче, біткенше сол заборды жасап шығайық, сосын бүйтіп айналдырып, сонда қазір адамдарды, қайдағы адамдар, сиырларды кіргізіп, сонда нәрсе шығайық. Оны қазір енді бастамасында осындай жарайды. Яғни, бастамасында осындай қоршау жарайды. Сондықтан пока что мен андай не істемеймін. Кәдімгі әдемі қылдыр деп андай нәрсе істемеймін енді. Болатын нәрсе болады да, сондай қылып айналдырып шығамын. Так, былайынан. Так, өздері кіріп келе жатыр, өз жайлап. Мына біздің малдарымыз. Бір түрлі естіледі екен малдарымыз деген. Так, сонда былай қоршап шығайық енді. Мал шаруашылығы деген сияқты сондай нәрсемен айналысайық. Қазір арт жақта зомбилар жүрген сияқты, зомбидің дауысы естіліп жатыр. Так, айтқанда, неге өртенбей жатырмын мен? Құдай өсін, жалпы андай өртеніп жатқан зомби адамды ұрғанда жалпы не істеп кететін еді? Андай қалай айтсақ болады, өртеніп кететін еді, бірақ қазір неге өртенбей жатқанын құдай өсін. Так, мына жақтан енді біздің адамдарымызды қайдағы адамдар қылсын. Так. Мына жақтан. Так, былай істеп шығайық. Так, ана жаққа бері кіріп кетпес үшін, сондықтан осылай істеп шығайық. Или олар дейтін мүмкін келіп қала ма екен. Пока что осылай жарайды, достар. Так, былай. Сонда да қоршап шығайық, сонда да мүмкін өтпейтін де шығар, бірақ білмеймін, қазір көреміз. Енді осында жүре берсін. Ана түскендер түсті, енді каждый екіден түсті да, кәдімгідей счет түсті, бәрін мындай келдер. Так, есік жасау болу керек қазір да. Есік жасауық қазір, ана жақта верстак болу керек, бізде верстак бар екен. Верстак істеп шығайық. Так. Бізде жоқ екен да. Онда қазір ағаш керек бізге. Ағаш, топор бар ма бізде? Топор бар екен. Керемет, енді бізге қазір ағаш керек. Ағаштан бізге қазір есік жасау болу керек. Енді складқа барып келейікші одан да. Рубить еткенше аналарды. Или нан несіп шейік. Сосын мына қалғандарын не істейміз, өлтіп тастаймыз. Қалған сыйлар жүре берсін, қошыншы. Жүре берсін. Енді пока что мана қоршау жарайды бізге, мал қоршауы. Ертең болашақта арнайы кәдімгідей малшының үйін жасап, анан жасап, мынандай жасап, сондай істеймін. Ертең мысалы ол жерге мен не қоямын? Ол жерге мен андай зомбилар болады ғой.
нет ана житель зомби. Соны короче не істеуге болады ғой, кәдімгі адамға кәдімгідей өз қалпына аударуға болады. Сондықтан сондайды айналдырып, ертең мүмкін болашақтарда өзімізге деревня істерміз. Енді бұл дейтін летсплей дейтін бітпейтін летсплей сияқты, менің ойымша көп шығады. Болашақта енді көре жатасыз да оның бәрін. Көп шығады летсплей. Сондықтан достар, бағалаймыз. Так, лайктарыңызды аймаңыздар. Сондықтан достар, мен біліп жүрейін, сіздерге жалғастырайын ба мынандай летсплейді. Сосын мен жалғастыратын боламын бәрін. Так, енді бізге мына жақтан мынандай тастан істеп кетті, мындай деревянный не қойып қояды. Мейлі бізге, мейлі бәрі мейлі. Так, уже түн батып келе жатыр айтқандай. Так, қалай кіріп кетті дейші. Так, үйлесіп кетті. Так, енді сендер мында келдер. Так, екінші сайды. Сені, сосын қайда мынау? Мынау. Так, тоқта, шеш, айналайын. Так, енді мына екінші қайда? Екінші қой. Қайсысы мынау? Так, болды. Болды, енді жайлап өздерің істермен айналыса беріңдер. Біз мына жақта жайлап жарықтатып шығайық. Жарықтатып. Так, енді мына жақтан мынау қалай мүңіп кетті? Мына айттым мына жақтан мүңіп кетеді деп. Так, сондықтан мына жақта бұзып, былайынан. Әсіресе мына кішкентайлар мүңіп кетуі мүмкін. Айттым, міне кетіп батыр уже. Кішкентайлар кетіп бара жатыр. Сондықтан мына жақта былай істеп шығайық. Так, уже бірінші скелеттер шығып жатыр мына жақта. Так, эпичный Майнкрафт. Енді мыналарды өзім сериядан тыс шығам бәрін. Енді қазір бізге қалғаны мына жақта освещать етіп шығу. Енді зомбилерге қарамаймыз. Өздері мәссаны не болып кетті. Так, территорияны жарықтатып шығайық, зомбилар шықпайтын болсын келесіде. Так, мына жоғарда. Так, мындай кеш айналайын. Так, өлтіріп тастадық да. Мына жақта зомби келе жатыр. Главный, қазір крипер артымыздан келіп қалмаса болды. Так, немен ұрады, факелмен ұрады. Қазір ұйықталайықшы одан да. Қазір өліп қалуымызды екі талай қазір мынадан. Бұлай жүрсек өліп қалуымыз да мүмкін. Сондықтан қазір мына былайынан айналып шығайық. Мына жерде жарықтату керек. Үйдің алдың. Бастысы үйдің алдын жарықтасақ болды. Так, жинап алдық. Енді ұйықтап алайық қазір. Сосын морковты жайлап еге берейік. Мүмкін болашақта ертең морковтан автоматический фермер жасармыз. Оның бәрін көреміз болашақта. Так, біріншімен қазір морковтың екеуі шыққан ба не? Жалпы үшеуі шығатын еді, бірақ неге екеуі шықты? Мүмкін алмай қалған шығар, қазір көреміз. Так, түсініксіз, тұра тұрыңдар. Так, бір морков қайда сонда? Түсініксіз. Таста сонда. Таста. Шығатын зат баяда шығады. Так, мына жақты жарықтатып шығайық. Үйдің алдын қайта болса да. Қалғандары енді артынан істелетін зат. Мына елканың қасында мүмкін ертең былай жүргізетін шығармын, почетный досканы. Сосын осында бәріңіздің аттарыңызды жазып кетемін. Сондықтан айтқандай хэштег менің атымды еңгізші деп жазып кетіңдер. Так, мына жақтан біздің корештеріміз шығып кетіп жатыр. Сондықтан манағы айтқандай затты істейміз қазір. Корештер шығып кетпес үшін осындай зат істеу керек. Сосын мына жаққа рычагты мына жаққа айналдыру керек. Мына жаққа шығару керек рычагты. Сондықтан қазір соның бәрімен айналысайық қазір. Так, қайда мына? Бізде 39 бар екен де қалтамызда. Оны не қарамап біз бұны? Құдай білсін не үшін қарамап. Так, шықпа. О, молодец, құттай қалдық. Шығар жүре құттай қалдық. Так, былай қоршашайық.
болды, нормально. Енді достар, қалған нәрсені мына жерде так, сосын былайынан. Сосын мына жақтан шайық та. Так, шық. Так, мына біреу жүрді ғой да, мына жақта бізде бір кореш жүрді бізде. Так, сол корешті ұсталайық қазір мына жаққа, сосын әкелейік қайтадан. Так, бұл. Сосын қайта мына. Так, мынау болу керек. Мынау, я. Енді ричакты мына жаққа әкелеміз. Так, сосын ана үй ненің алдына, мына ферманың алдына әкелу керек жалпы. Сондай нәрсе болу керек. Бірақ мен енді қазір интернеттен қараймын, қалай апару керек. Егер де білсеңіздер, достар, жалпы повторительмен апару керек еді, бірақ повторительмен сигнал бармай тұр, мына жаққа қарай. Оны білмедім енді қалай істейтінін. Мүмкін қазір сериядан тыс көремін, или болашақта ертең заттар өссе, біздің қалай айтсақ болады, мыналар пшеницалар өссе, сосын эксперименттеп көремін бәрін. Пшеница нормально өсіп жатыр да бізде. Керемет. Так, пшеница өсе берсін өзімен өзі. Бізге маңызды емес ол қазір. Бізге маңыздысы қазір мына сиыр кіргені маңызды бізге. Так, мына сиыр, опа, нормально кіріп кетті да. Нормально кіріп кетті. Так, саған. Сосын мына тағы қайда. Ертең қой мен нелерді бөліп тастау керек жалпы бар ғой. Әйтпесе болмайтын нәрсе сияқты. Мына шық тез. Так, үлгердік. Енді достар, не істеуге болады тағы да. Мүмкін почетный доскаға жерді тазалайтын шығармыз. Мына жақтан тазалап шығайық қазір. Мүмкін мына жақтан ба. Так, тұратыр. Мына жақтан істерміз да. Мына жақтан істейікші да. Мына жаққа кішкене әдемі болып шығатын сияқты. Қазір почетный досканы қалай істейтінімізді ойластыру керек. Қазір осы серияда осымен айналысайық қазір. Так, былай. Тазалап. Жерді тазалап жіберейік қазір. Достар, егерде серия көп шықсын десеңіздер, лайк басып жүруді ұмытпаңыздар, өйткені сіздерге лайк басу оңай, алмаған приятно дейді, сондай нәрсе, короче, достар. Сондықтан лайк басуды ұмытпай жүріңіздер. Өйткені мен каждый лайкқа қуанамын, бәріне қуанамын. Сіздердің комментарийіңізді бәрін оқимын мен. Сондықтан достар, коммент жазып, лайк басып, каналға тіркеліп кетіңіздер. Соның бәрі маған өте маңызды. Қай ютуберге маңызды емес дейсің, оның бәрі бәріне маңызды оның бәрі. Сондықтан достар, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, короче. Қайталай бердім бір сөздерді. Так, мына жақта былай, короче. Былай. Сосын былай. Почетный доска. Ертең мүмкін жерді дайындалатын, тек қана просто жерді дайындап жіберейік. Мындай тіке қылып жерді, сондықтан қазір просто бүгін жерді дайындайық, сосын өзім видеодан тыс ойластырамын бәрін. Или қазір ойластырамыз. Қазір жасап жіберейік, құттай болса да бір почетный доска, 3-4 почетный доска істеп жіберейік. Бірінші прототипін көрсетейік. Қазір прототип дегенде тек қана бір түрін салып көреміз қазір. Так, бізге қазір керегі онда, бізге керек нәрсе қазір мына жақта бізде тас несі атқан сияқты, пісіп атқан сияқты, тас пісіп болса, сол тасты алып қазір істейтін нәрсемізді істейміз қазір. Тас пісті ма екен? Полностью піскен екен. Мына жақта тастар болу керек. Тағы да тастар болу керек, сол тастар жинап аламыз қазір. Так, сосын лестница керек бізге. Ступеньки керек, сосын ағаш керек ау дейміз бізге. Ағаш керек сияқты, сондықтан ағаш жинайық қазір. Қайда ағаш көрсін? Ағаш емес, тастан жасаймыз, яғни тастан жасап көреміз бәрін. Так, мына жақтан ағаш. Сосын, так, мына жақта я бар екен, былайынан, сосын былайынан. Вот, міне керемет. Енді кеттік. Жайлап табличкалерді қондырамыз, или табличка қондырамыз, тек қана почетный досканың несін көрсетеміз сіздерге. Қазір почетный доска. Так, или капитекка. Мынаны былай. Так. Все. Енді мынаны былай. Так, былай.
Все. Енді қазір көреміз қалай жасайтынымызды. Так, былай ашып жабайық. Так, почетный доска. Так, біріншімен мына астын былай 4, 5, нормально. Енді былайнан көтереміз. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Қалай тез андай тіке салып атқан құдай білсін құрсын. Так, енді пока что осындай темп. Так, енді как раз жетіп тұр. Как раз жетіп тұр. Так, почетный доскамыздың түрі ғой енді. Нормально сияқты деп ойлаймын енді өзім. Нормально шығып атқан сияқты мен ойымша. Енді былайнан. Сосын мынанан тоже істеп шығайық. Так, былайнан. Сосын былайнан. Сосын былайнан. Так, короче, бір деген нәрсе шықты. Енді шыққан нәрсе былайнан. Сосын. Так, былай. Короче, осылай жарайды қосын бірінші почетный доскамыз. Егер де ұнамай жатса, тағы да өзгерістер енгіземін да. Енді достар, осында сіздердің аттарыңыз тұрады. Типа осындай нәрсемен былай мына жерде типа нәрселер болады. Енді қазір бізге факел керек, факелдерсіз не істейміз мұнда. Енді қазір өзім білетін, мені көп қарайтын подписчиктерім жазып көрейін қазір. Так, былай. Так, табличка айда. Енді басын бастап көреміз қазір. Енді мен өзім танитын подписчиктерімді жазайын қазір. Так, басын бастап. Так, табличка. Бізге нау керек. Сосын табличка мне. Так, хотя бы болса да үшеуін жазып бастап жіберейік. Сосын. Так, бірінші Венаны тіркейік. Венаны мына жерге тіркей жіберейік. Вена. Все. Осылай Вена. Енді мына жерден Нифкерс. Мен танитын подписчик. Нифкерс. Сосын Рейн. Сосын кім бар? Короче, осындай Нако Геймер. Сосын кім бар? Короче, достар, түсінген шығарсыздар почетный доска не екенін. Достар, енді сіздермен қоштасатын уақыт келді. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын. Маған лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Достар, келесі бөлімдерде кездескенше қош, сау болыңыздар.